Сәлем сұлуларым, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналым ұнап жатса, қоңыраушаны басып, тіркеліп кетіңіздер. Бүгін біз сүзбелі печенье жасаймыз, яғни творожный печенье. Оған 500 грамм творог, 2 жұмыртқа, 150 грамм пісте май, 200 грамм қант қосамыз, сахар араластырып аламыз. Енді разрыхитель 10 грамм қосамыз. Осылай араластырып аламыз. 500 грамм араластырып аламыз. Біркелкі тесто болғанша. Қалған жартысын саламыз. Араластырып аламыз. Осылай қолменен тесто шыққанша әдемілеп араластырасыздар. Жұмсақ, әрі әдемі тесто шығады. Осыны енді жайып аламыз. Осылай думалақ етіп жайып, думалақ формаменен формасын келтіріп аламыз. Осылай қазір роза болып тұратын печенье шығады. Міне осылай роза гүл сияқты болады. Міне осындай печенье болды. Тағы да істеп көрсетейін. Осылай думалақты алып, осылай ортасынан кесеміз біріктіріп. Өте дәмді, балалар сүйіп жейтін, өзімізде сүйіп жейтін печенье шықты. Міне 180 градусқа 25 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, керемет печенье шықты. Менің каналымда тіркеліп кетіп